Қайырлы күн достар, сіздермен бірге мен Бақытжан Исабекова. Бүгін булочки бао ет салмасымен дайындайтын боламыз. Дәмі өте керемет, жасалу жолы қарапайым, өте 5 минутта ғана дайын болады. Дәмі пигудиға ұқсайды, бірақ жасалу жолы өте қарапайым. Ол үшін бізге 250 мг жылы суға дрожжымызды, қантымызды, тұзымызды және кішкене сүтімізді, сосын сұйық майымызды қосып араластырамыз. Ұнымызды сеуіп, қамыр илейміз. Жақсылап жұмсарғанша. Қамыр иленіп дайын болған кезде жұмсақ сары майымызды қосып, бетін жауып 1 сағатқа немесе 40 минутқа қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Тестасы көтерілгенше етті соломка қылып турап аламыз. Және пиязымызды, сәбізімізді, орам жапырағымызды осылай соломка қылып турап аламыз. Барлығын турап дайындап алғаннан кейін қызып тұрған табамызға сұйық май құйып жақсылап қуырып аламыз. 5 минуттай қуырамыз. Одан кейін етімізді 5 минуттай қуырамыз. Тестамыз көтерілді. Енді жақсылап жайып, қалыңдығы 2-3 миллиметрдай жайып аламыз да дөңгелектеп кесіп аламыз. Стақанның немесе кружканың көмегімен осылай дөңгелетіп кесіп аламыз. Ары қарай үстерінен бір-бір басып, сұйық майымызбен майлап шығамыз. Одан кейін ортасынан бір бүктеп, алдын ала дайындалып тұрған мантаваркамызға дізіп шығамыз. Бұны қайнап тұрған буға 10 минутта пісіреміз. Егер тестасын шұққа қылдырсаңыздар, 7 минутта, 8 минутта піседі. Менде 10 минутта пісті. Енді мен көк шөп, яғни көк пиязбен петрушкамды турап алдым. Менің қамырымыз дайын болды. Булочкамыз көтеріліп, осылай піседі. Ішіне салмасын салып, үстіне көк шөбімізді себіп, дәмін көреміз. Өте керемет болып шығады. Жасау жолы оңай, жасап көріңіздер менімен бірге. Егер видео ұнаса, лайк басыңыздар.